Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен дәмі деген өте керемет, бірден ғашық қылатын, қазіргі таңда хит болып жатқан восточная картина деп аталатын осындай шығыс пирогын дайындаймыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін көріп, каналыма тіркеліп, достарыңызбен поделиться етіп қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысымызға бөлме температурасында тұрған сары майымызды саламыз. Оның үстіне шекерімізді саламыз. Және де бір жұмыртқамызды жарып, жақсылап араластырып аламыз. Массамызды барлығын біркелкі араластырғаннан кейін, ұнды електен өткізіп қосамыз. Және де қопсытқышымызды қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Ұнды електен міндетті түрде өткізіңіздер, себебі қамырларыңыздың жұмсақ болуы осы електен өткізгенге тікелей байланысты. Жақсылап қолымызбен илеп, қамыр илейміз. Бізде өте жұмсақ қамыр пайда болды. Бұны 10 минутқа тынығуға қойып қоямыз. Тыныққаннан кейін формамызға қамырымызды жұқалап жайып шығамыз. Жан жағына бортиктерін шығарамыз. Және де шанышқының көмегімен түбін тесіп шығамыз. Бұл біздің қамырымыз көтеріп кетпеу үшін керек. Енді өз қалауларыңыз бойынша жүзім, орех, түрлі сухофруктың түрлерін пайдалансаңыздар болады. Менде сары және қара жүзім, кешью жаңғағы және де грек жаңғағы қосылды. Барлығын қосып, осылай видеодағыдай қойып шығамыз. Және де үстіне бір банка сгущенкамызды құямыз. Пирогымыздың тестасы дайын болды. Енді осы пирогымызды қызып тұрған духовкада шамамен 20-25 минут 180 градуста пісіріп аламыз. Суығаннан кейін дастарханға ұсынсаңыздар болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәмі деген өте керемет. Барлықтарыңызға ұнайды деген ойдамын. Сіздермен болған Фаризат Тілеулес.